Баршаңызға сәлем. Есімім Назира, арнама қош келдіңіз. Қыздар, бүгін KFC пісіреміз. Тауықтың аяғынан үй жағдайында KFC жасау рецептісімен бөлісемін сіздермен. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осылай жасап көріңіз, жарай ма? Так, бұл тағамды дайындау үшін мен тауықтың аяғын алдым. Менде 7 штук тауықтың аяғы. Бұған 1 шай қасық кептірілген чеснок, 1 шай қасық қызыл бұрыш, сосын маринад, жаңағы грильге арналған маринад, мен осыны алдым. Тауықтың етін өте жақсы маринадтайды. Және 2 ас қасық ұн саламын. Сосын жақсылап тұрып араластырам. Араластырып, 1 жарты сағатқа қойып қоямын. Енді жағы тауығымды аунататын ұнымды дайындаймын. Осылай тек ұн ғана. Ұнға еш нәрсе қоспаймын. Тұз, паприка, ондай еш нәрсе қосылмайды, тек ұн. Ұнға осы тауығымның аяғын жақсылап араластырып аламын да, сосын суға саламын, кәдімгі обычный су. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, егер видеом ұнаған болса, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп қойыңыз, жарай ма? Енді судан алып, қайтадан ұнға саламын. Және де жақсылап араластырамын тағы да. Енді араластырғанда жағы тауықтың етті қыспай, жеңіл ғана бұлай араластыру керек ұнға. Жеңіл араластырғанда сол кезде жағы қуырған кезде сыртында хлопья сияқты болып тұрады ғой. Тура сондай болып әдемі болып қуырылып шығады, қыздар. Неке, көрдіңіздер ме, осындай болады. Өте керемет, дәмді болып шығады. Үй жағдайында осылай жасауға болады. Балдарыңызға, немерелеріңізге, бұны KFC-ден сатып алғанда қымбатқа түсіп кетеді ғой. Мынаны үйде жасасаңыз өте керемет. Мен немерелеріме 1 жасап көрсеткенім, қазір аптасына 2 мәрте жасап беретін болдым ғой осы тағамақты. Өздері жақсы көреді, кажется, балдар осында KFC деген нәрселерді. Мінеке, енді қызып тұрған майға осы дүниемді қуырып алатын болам. Қызартып, әдемелеп. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Осылай қуырып аламын. Қараңыздаршы, қандай керемет. Керемет, әдемі. Дәмі деген вообще керемет. Иісі деген бүкіл кухняны алып кетті ғой. Осылай менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіз, жарай ма? Міне осылай қуырып алам, әдемі қылып. Мінекей, менің KFC-ім дайын болды. Өте керемет. Дәмді болып пісіп шықты. Тауықтың еті тез маринадталады ғой. Маринадта күшті болған, прям керемет болып пісіп шықты. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер, жарай ма? Видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, каналыма тіркелгеніңіз үшін сізге көп рахмет. Менің каналымнан алыстамаңыз. Менің каналымда күнделікті жаңа рецепттер шығатын болады. Сау саламатта болыңыз.